Сәлем достар, сәлем аналар. Бүгінгі тақырыбымыз аяқтан жағымсыз иіс шықса не істейміз деген сұраққа жауап беретін боламын. Аяқтан бұл тақырыпта менің басымнан өткен, аяғымнан өте қатты жағымсыз иіс шығатын. Қазіргі уақытта мүлде шықпайды. Осыны пайдаландым. Осы рецепті пайдаланып көріңіздер. Сіздерге де көмегі тисе, нұр үстінде нұр. Қуаныштымын. Аяқтан жағымсыз иіс шықса не істейміз? Үй жағдайында аяқтың жағымсыз иістен қалай құтыламыз? Бұл иістің шығуы себебі аяқтың қатты терлеуінен болады. Аяқ киімінің дұрыс болмауынан, яғни арзан аяқ киімдерден болады. Қазір Қытайлардың аяқ киімдері көп қой, солардан да болады. Енді мен сіздерге аяқтың қандай арзан қымбат кисеңіз де иіс шықпайтындай жолдарын айтатын боламын. Бізге керек зат уксус пен және су керек болады. Өте қарапайым. Уксусты аз мөлшерде қолданамыз. Аяғыңызға жететіндей болу керек. Одан кейін мөлшерін айтатын болсам, 1 шай қасық уксус және 1 шай қасық жылы су қажет. Екеуін араластырып, аяғымызға аямай жағамыз. Аяқтарыңызға полный жағыңыздар. Бұл процесті 1 апта жағыңыз. Ескерту, аяғыңыздан 1 ай иіс шығуы мүмкін. Иіс 1 айдан соң кете бастайды. Содан соң мүлде иіс шықпайтындай болады. Толығымен иістен құтыламыз. Сосын мүлде аяққа арналған аяқ киім спрейлерін, яғни аяққа қолданатын спрейлерді қолданбаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.